Бүгін қазанның 22-сі. Бүгінгі көңіл-күйің қалай? Жақсы. Бүгінгі сабағымызды көтеріңкі көңіл-күймен өткізу үшін мен саған күн сыйлаймын. Бүгінгі түзету дамыту сабағымыздың тақырыбы менің жанұям. Мен саған жанұя мүшелерін көрсетейін. Ата, апа, мама, папа, және сен. Аға, іні, әпке, сіңілі. Ал енді қайталап сенен сұрайды. Мұнда кім? Ата, апа. Жақсы. Ата, апа. Мыналар? Ата, ана. Мама, папа. Мама, папа. Жақсы. Аға, іні. Аға, іні. Керемет. Әпке, сіңілі. Өте жақсы. Әпке, сіңілі. Жақсы. Мұнда жанұялық суретте кімді көріп тұрсың? Ата, апа, әпке, мама, Папа. әпке, іні. Өте керемет. Мұнда не істеп жатыр? Бірге уақыт өткізіп жатыр. Ойнап жатыр, демалып жатыр жанұя отбасы. Керемет. Енді мен саған осы сөздердің қалай жазылатынын көрсетейін. Ата. Ата, Қайталаймыз. Ата. ата, Жақсы. Апа. апа, Жақсы. Папа. папа, Жақсы. Мама. мама, Керемет. Аға. аға, Жақсы. Іні. іні, Жақсы. Әпке. әпке, Жақсы. Сіңілі. сіңілі. Жақсы. Керемет. Енді осы жанұя мүшелерімен мынау сөздерді сәйкестендір. Ата сөзі қайда? Апа сөзі қайда? Іні сөзі қайда? Әпке сөзі қайда? Сіңілі сөзі қайда? Бәрін сәйкестендіреміз. Дұрыс. Келесі. Әпке, дұрыс. Ата, апа, жарайсың. Іні. Іні мұнда. Аға. Мама, дұрыс. Папа, дұрыс. Керемет. Сен барлығын дұрыс жасадың. Енді осы жанұя мүшелерін жақсы көресің бе? Ал енді жақсы көру белгісі жүрекшелеріміз бар. Менде мынадай жүрекшелер бар. Осы жанұя мүшелерінде жақсы көретін жақын адамдардың тұсына осы жүрекшелерді қойып шығып. Ағасын жақсы көреді екен, інісін жақсы көреді екен, мамасын да, папасын да, атасын да, апасын да, әпкесін де, сіңілісін де. Керемет. Енді осы жанұя мүшелерін мынау үлкен үйге орналастырамыз. Мына үлкен үй суретін салдық. Енді барлық жанұя мүшелері бір үйде тұрады. Бірін-бірі жақсы көріп, тату-тәтті тұрады. Жанұя мүшелерін алдымен суреттерді қойып шығамыз. Бірінші ата, әже. Екінші әпке, сіңілі. Аға, іні. Дұрыс. Мама, папа. Дұрыс. Енді сөздерді қойып шығамыз. Сөздерді қоямыз. Ата, апа. Дұрыс. Аға, іні. Дұрыс. Мама, папа. Дұрыс. Әпке, сіңілі. Керемет. Енді сен жанұя мүшелерін жақсы көресің бе? Енді айтамыз. Мен жанұямды жақсы көремін. Тағы да қайталайық. Мен жанұямды жақсы көремін. Енді мына жүрекшелерді үйдің ішіндегі жанұя мүшелеріне тағы да қойып шығамыз. Бәріне қойып шығамыз. Бәрін жақсы көреміз. Барлығына жүрекшелер қойып. Енді өзіміздің сергіту сәтіне орай
біздер мынау құммен кішкене жанұя мүшеміздің суретін салайық. Сенің жақсы көретін адамың бар ма үйде? Сол жақсы көретін адамның суретін сал. Бұл кім екен? Ана. Бұл мама. Мама деген сөзді біз бағана көрдік. Мама деп жазылады. Ал енді құмды мен қайтадан реттейін. Мама сөзін жазшы. Мынау сөзге қарап мама сөзін жазамыз. Иә, осыған қарап мама деп жазамыз. Жоқ, біздерге сыймай қалады. Шетінен бастап сөзді мұндан бастап жазамыз. Керемет. Бүгінгі менің жанұям атты сабағымыз осымен аяқталды. Саған үлкен рахмет.